Енді ортаға бүгінгі кешіміздің қонағы белгілі әнші сүйікті ұлдарыңыз Еркін Нұржановты шақырамыз. Әке көрмедім, тәрбие берер ақылман, анашымда жоқ, ағуыз сүтін татырған, жетімек қылып, тағдырым тырнақ батырған, таңдарым қанша ұйқысыз көзбен атырған, анамда менің әкемде туған еледі, ол да жоқ қазір шетелге ұлмын сатылған. Шекара асып шарана күннен шерлендім, жаралы жүрек жарасын немен емдермін, көңілсіз күймен күн кешіп жүріп бір күні, шетелде жүріп қазақтың қызын мен көрдім. Жалт ете қалды, жүзіне қарап тоқталдым, жүгіріп барып құшақтауға да шақ қалдым. Үмітпен гүлдол жүрегімдегі жатқан мұң, шыдамай сол қыз отырған жердай бет қалдым. Қасынан өтіп бара жаттым да күбірлеп, қазақы тілмен сәлеметсіз бе деп қалдым. Жалт бұрылды ол жаңағы шыққан дауыстан, жүрегі құрғыр жарылғалы тұр намыстан. Екеуміз бірдей құшақтап жылап жібердік, бейгүнә жанбыз алыста жүріп табысқан. Тебіреніп кеттім атамекенді көргендей, отаным анам туған жер әкем келгендей. Жетімін сыйлап жесірін жылатпайтұғын, бейбағы өлші қалмаушы еді-ау жерленбей. Қазағым менің қайран жұрт өгейлетсеңді, бәрібір біз үшін бауырмал ұлт жоқ сендердей. Екеумізді де дәл осы асыл ой арбап, бақытты күндер келер-ау деумен баяулап. Серттесіп біздер ерлі зайып боп сол күні атамекенге аттанып кеттік жаяулап.